Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз ең қарапайым салық режимі туралы сөз қозғаймыз. Бұл Арман. Ол университетте оқиды және фотограф болып қосымша табыс табады. Арманның клиенттері көп емес. Бухгалтериямен айналысуға уақыты жоқ. Сол себепті ол мобильді қосымшаны пайдаланумен арнайы салық режимін таңдады. Бұл режим халыққа қызмет көрсететін кәсіпкерлерге қолайлы. Оның салық жүктемесі ең төмен және бухгалтерлерге төленетін шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді. Себебі мобильді қосымша барлық есептеулерді автоматты түрде жасайды. Осы режимді қолданатын кәсіпкерлер жұмысты орындағаннан кейін клиентке мобильді қосымшада чек жазып береді. Ал чектегі деректер тізілімге енгізіледі. Осы режимде жұмыскерлер, қосымша филиалдар болмайды. Агенттік шарттармен жұмыс істеу қарастырылмаған. Ал бір айдағы табыс 3528 айлық есептік көрсеткіштен аспауы қажет. Кәсіпкерлердің қызметі мына тізіммен шектеледі. Мобильді қосымша әр айдың 15-не дейін төленуге тиіс соманы есептейді. Арман табыстың 1% мөлшерінде жеке табыс салығын, міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдар және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарын төлейді. Салық пен аударымдарды есепті айдан кейінгі айдың 25-не дейін төлеу қажет. Сонымен қатар Арман 1,5% мөлшерінде жұмыскерлердің міндетті зейнетақы жарналарын төлейді. Салық есептілігін қосымша өткізу талап етілмейді. Е-салық бизнес мобильді қосымшасын Google Play және App Store'дан жүктеуге болады. Салықтар мен жарналарды есептеуден бөлек, мобильді қосымша жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге, салық режимін өзгертуге, анықтамалар алуға және салық органымен хат-хабар алмасуға мүмкіндік береді. Келесі видеоларда біз басқа салық режимдеріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыз.